Қайырлы күн, құрметті достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тіліндегі present simple тақырыбын өтеміз. Қазақ тіліндегі осы жақта өтетін боламыз. Яғни, ол қалай жасалады? Ол былай жасалады. Мысалы, мен жұмыс жасаймын. Яғни, ақиқат, шындық дүниелерді айтқан кезде, және қайталанып отыратын дүниелерді айтқан кезде біз present simple'ды қолданамыз. Мысалы, мен жұмыс жасаймын, немесе мен күнде таңғы 10-да оянамын, немесе 8-де оянамын деген сияқты, күнделікті қайталанып отыратын дүниелерді айтқан кезде present simple'ды қолданамыз. Енді қараңыз, оның жасалу жолын үйретейін. Мен жұмыс жасаймын, етістікті аласыз да өзің ғана қолданасың. Мысалы, мен work, мен жұмыс жасаймын деген сөз шығады. Соны I work. Сен жұмыс жасайсың болса, you work. Енді үшінші жақта жекеше түрінде, яғни he, she, itте s жалғаймыз етістіктен соң. Етістікке s жалғаймыз. Яғни былай, he works, she works, it works. Түсінікті ғой, яғни she works десе ол қыз жұмыс жасайды, he works десе ол кісі жұмыс жасайды, it works десе бұл зат жұмыс жасайды деген мағынада. Енді мен жұмыс жасаймын, біз жұмыс жасаймыз деп айтатын болса қалай болады? Біз деген ағылшын тілінде білесіздер we, яғни we work. Өйткені біз тек қана s-ті үшінші жақта ғана жалғаймыз. Сондықтан да we деген бізге жалғанбайды. Енді сендер жұмыс жасайсыңдар дейтін болсақ, you work. Олар жұмыс жасайды болса, they work. Түсінікті деп ойлаймын. Енді көрейік, басқа бір етістікті қолданып көрейік, Мысалы, ойнау. Мен ойнаймын. I play. Сен ойнайсың. You play. Яғни, ол қыз ойнайтын болса, she plays. Яғни, s жалғаймыз. Ер кісі ойнайтын болса, he plays болады. Зат ойнайды десе, яғни, it plays. Яғни, біз ойнаймыз болса, we play. Сіздер ойнайсыздар десе you play, олар ойнайды десе they play болады. Достар, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз қазір сіздерге осының өзге де бір етістіктермен жалғануын үйрететін боламын. Енді мысалы былай. Достар, мән беретін бір дүние, тек қана have деген етістікте ғана үшінші жақта haves болмайды, has болады. Соны есте сақтайық, Мысалы, I have. Мысалы, менде бар. I have a car. Менде машина бар. Яғни көлік бар. You have a car. Сенде көлік бар. Ал ол қыздың көлігі бар. She has. Яғни ереже бойынша she has болу керек. Has болмайды. She has болады. Тек қана осы have сөзінде ғана өзгереді. Have, has-ге ауысады. She has a car. Мысалы, he has a car. Түсінікті ғой, Яғни тек қана she, he, itте ғана have, has болады. Яғни has болмайды. Қалған жағдайдың барлығында етістікке s жалғайсыз. Достар, енді біз қазір present simple'дың болмыс түрін үйренетін боламыз. Яғни емес, мысалы былай. Мен жұмыс жасамаймын. I don't work. Яғни біз етістіктің алдына бізге көмекке don't келеді. Don't. I don't work. Auxiliary келеді көмекке. Don't деген. I don't work. Сен жұмыс жасамайсың болса, you don't work. Сен жұмыс жасамайсың. Енді he, she, itті өздеріңіз естеріңізде ме? S жалғанатын еді ғой етістікке. Енді бұл жерде етістікке жалғанбайды. Ол жерде бізге көмекші don't түрінде келмейді, doesn't түрінде келеді. Яғни былай. He doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Яғни doesn't көмекке келеді сонда. Етістіктің алдына қоясыз doesn't-ты. Үшінші жақтың жекеше түрінде. Одан кейін біз жұмыс жасамаймыз болса, we don't work. Сіздер жұмыс жасамайсыздар, you don't work. Олар жұмыс жасамайды дейтін болса, they don't work. Мысалы енді, мысалы have-пен қолданып көрейік. Мысалы болмыс түрінде I don't have, you don't have, he, she, it-та don't емесіне келеді көмекке, бізге doesn't келеді. She doesn't have, he doesn't have, it doesn't have. Одан кейін менде жоқ, бізде жоқ дейтін болсақ, we don't have. Одан кейін сендерде жоқ дейтін болсақ, you don't have. Оларда жоқ десе, they don't have. Түсінікті ғой деп ойлаймын. Яғни болмыс түріне бізге көмекке I, you, we, they формаларында бізге don't көмекке келеді. Ал he, she, it формасында doesn't көмекке келеді. Осы жерде есте сақтайтын бір жағдай, достар, етістікке ешнәрсе жалғамайсыз. Соны есте сақтайық. Болымсыз түрінде етістікке ешнәрсе жалғамаймыз. Достар, енді біз present simple'дың сұраулы формасын үйренеміз. Естеріңізде болса, болмыс формасында don't пен doesn't көмекке келсе, сұраулы формада do мен does көмекке келеді. Мысалы, мындай нәрсе. Мен жұмыс жасаймын қалай болатын еді? I work. Мен жұмыс жасаймын ба дейтін болсаңыз, do-ді сөздің, яғни сөйлемнің алдына шығара саласыз. I work болса, do-ді алдына шығарамыз. Do I work? Мен жұмыс жасаймын ба?
Сен жұмыс жасайсың ба деген қалай болады сонда? Мысалы сен жұмыс жасайсың деген бірінші айтыңызшы, you work, сен жұмыс жасайсың, иә. Ал сен жұмыс жасайсың ба керек болса бізге do you work. Енді he she it, яғни үшінші жақтың жекеше түрінде бізге көмекке does келеді. Яғни ол қыз жұмыс жасайды деген айтатын болсақ, ол қыз жұмыс жасай ма деген айтатын болсақ, does she work. Ол жігіт жұмыс жасай ма, does he work. Бұл жұмыс жасай ма десе, does it work. Енді көрейік бір. Біз жұмыс жасаймыз ба дейтін болсақ, do we work. Сендер жұмыс жасайсыңдар ма болса, do you work. Олар жұмыс жасай ма дейтін болса, do they work. Мысалы, тағы жұмыс жасаудан бөлек бір етістік қолданып көрейік. Мысалы айтып көрейік. Eat fast food, яғни fast food жеу. Мысалы, сен былай, мен fast food жеймін бе? Өздеріңіз білетіндей сөйлемнің алдында не шығады? Do шығады. Do I eat fast food? Сен fast food жейтін ба десе, do you eat fast food? Ол қыз fast food жейді ма десе, does she eat fast food? Ол fast food жейді ма болса, does he eat fast food? Енді it деген енді өздеріңіз білесіздер, жансыздарға қолданатын еді, бұл деген мағынада қолданатын еді. Does it eat fast food дегенді қолданбаймыз, иә? Өйткені логикалық байланыс болу керек. Енді біз fast food жейміз ба болса, do we eat fast food? Сендер fast food жейсіңдер ма десе, do you eat fast food? Олар fast food жей ма десе, do they eat fast food? Достар, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Қазір тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындаңыздар және жаңа сөздер беріледі. Сол жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.